Ассалаумағалейкум. Полигонның 10 зардабы. Бүгін ядролық сынақтарға қарсы халықаралық іс-қимыл күні. Осыдан 31 жыл бұрын 29 тамызда Семей атом полигоны ресми түрде жабылған болатын. Одан кейін Қазақстан әлем елдері арасында алғашқы болып ядролық қарудан бас тартты. Қазір бұрынғы полигон орны үлкен ғылыми зертханаға айналды. Семей полигонының қазақстандықтар үшін зардабы қандай? Қазақстан аумағында атом бомбаларын сынақтан өткізу үшін 18 миллионға жер бөлініп, Семей ядролық полигоны ашылды. 1949 жылдың 29 тамызында Семей облысында таңғы сағат 7-де жерден 38 метр биіктікте қуаты 20 килотонндық алғашқы атом бомбасы жарылып, сынақтан өтті. Жарылыстан орта есеппен 900 мыңдай бейкүнә адам 100-250 рентген мөлшерінде радиация қабылдаған болса, 1963 жылдар аралығында аса қуатты бомбалардың жарылысынан 2 миллионнан аса жазықсыз халық 300-400 рентген мөлшерінде радиация қабылдады. Полигонның 40 жылдық тарихында Семейден 120 шақырым жерде 498 ядролық сынақ өткен. Оның 88-і ауада, 30-і жер бетінде, 340-і жер астында жарылған. Соңғысының қуаты 1,5 мегатон мөлшерінде болған. Одан 1,5 миллион адам зардап шекті. Бұдан кейінгі 25 жыл жер асты жарылысынан адамдар түрлі ауруға ұшырап, сол сырқаттың кесірінен әлі де арқалаумен келеді. Бұл сырқаттың тұқым қуалайтыны ғылыми түрде зерттелген. Оның қасіреті 300 жылға дейін созылуы мүмкін. Полигонға шаруашылық жайылымдар мен егістік жерлер тартып, алынып беріліп, соның салдарынан аймақ экономикалық және әлеуметтік дағдарысқа ұшырады. Халық өте ауыр және созылмалы сәулеленуге ұшырап, сынақ зардаптары Хиросима мен Нагасакидегі атомдық бомбалаудан 2,5 есе асып түсті. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Семей полигоны жақын аудандарда жетілуінде әртүрлі ауытқу, тәндік және естік кемшіліктер бар сәбилер дүниеге көп келді. Мамандардың айтуынша, оның бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланысты. Аурулардың есеп-қисабы 1990 жылға дейін мұқият жасырылып келді. Семейдегі ядролық сынақтың салдарынан соңғы жылдары әр 100 мың адамға шаққанда жүйке психологиялық ауруға шалдыққан адамдардың саны 960-тан 1624-ке, ақыл-ойы кем адамдар 3105-тен 4612-ге, невро және жүйке тамыр дерті бар адамдар 3962-ге көбейген. Сынақтан адамдар ғана емес, жерде азап шегеді. Жылма-жыл радиацияның жинала беруі жердің құнарлығын азайтады. Жерде орасан зор микроэлементтер, темір, мыс, магний және басқа металдар, әртүрлі дәнді дақылдар адам организміне сіңеді. 70-ші жылдарға дейін зарядтар салынған штаналар және скванжылардың түптері мен шығар ауыздары дұрыстап бетон қақпақтармен жабылмаған. Соның салдарынан улы интернеттік газдар, ауыр металдар, басқа да радиациялық заттар да жер бетіне жайылады. Мұны мамандардың өздері де жоққа шығармайды. Сынақ кезінде бөлініп шығар зиянды ауыр металл изотоптарының ең қауіптілері стронций 90, плутоний 238, цезий 137, стронцийдің ұсақ микробөлшекке айналып, қоршаған ортаға зиянсыз күйге енуі үшін 56 жыл керек екен. Амандық болсын қазақ елі.